Сәлем достар, Үздік педагог каналына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Әйгерім Дәулетиярқызы. Сұрақ көп, мақсат дөп. Бүгінгі мақсат буллинг тақырыбындағы ашық тәрбие сағатын ұсыну. Дәл осы сабақтың әзірлемесі мен презентациясын ала аласыздар. Ол үшін төменде описаниеда жазылған телефон нөміріне хабарласуларыңызға болады. Аружан әлеуметтік желіде фотосурет бөліседі. Бұл тәрбие сағаты жасанды интеллектке негізделген, креативті презентация бар, рөлдік ойындар, жалпы қызықты құрастырылған нәтиже берері анық. Сондықтан қапы қалмаңыздар. Сонымен тәрбие сағатының мақсаты оқушыларға буллингтің түрлері, себептері және салдары туралы түсінік беру, оның қаншалықты зиян екенін көрсету, мейірімділік, адалдық, құрмет және жанашырлық сияқты құндылықтарды күшейту арқылы оқушылардың бойында тұлғалық қасиеттерді қалыптастыру. Сонымен, ең алдымен жұлдызым жоғары әдісі жүзеге асады. Әр оқушы өз жұлдызына жақсы қасиетін жазып, оны сыныптың фотосы ілінген қабырғаға іледі, жабыстырады. Яғни мұғалім қима қағаздар дайындайды, оның пішіні жұлдыз іспетті болу керек. Алдын ала тақтаға толық сыныптың түскен фотосын жабыстырып қояды. Оқушылар өздерінің бойындағы жақсы қасиеттерін жазу арқылы өз-өздеріне деген сенімділіктері артады, тұлғалық қасиеттері дамиды. Яғни буллингке қандай бала ұшырайды? Өзіне сенімсіз бала ұшырайды көп жағдайда. Сондықтан дәл осы әдіс оқушының бойындағы өзіне өзі деген сенімділікті нығайту, жоғарылату үшін аса қажет. Келесі тапсырма пазл әдісі арқылы оқушылар топқа бөлінеді. Яғни мына суреттерді А4 қағазына ламинаттап немесе шығарып аласыздар да әртүрлі пішінде қиясыздар. Барлық сыныпқа таратасыздар. Сөйтіп оқушылар жалпы осы 3 суретті жинақтап шығару керек. Бірінші суретті жинақтағандар бірінші топ, екінші суретті жинақтағандар екінші топ, үшінші суретті жинақтағандар әрине үшінші топ болады. Өз оқушылар өздері топтарына ат қояды. Әрі қарай буллинг деген не деген тақырыпта қазақ тілінде бейнеролик ұсынылады. Ол бейнероликтің сілтемесін мен төменге қалдырып кетемін, міндетті түрде қараңыздар. Бейнеролик өте сапалы және сондай миға қонымды, қарапайым тілмен жазылған. Сол бейнероликтің негізінде 4 баған әдісін оқушылар орындау керек. Яғни фактқа буллинг десе, идеясын жазады, әрекетін жазады және сұрағын қояды. Дәл осы әдіс қалай орындалатынын білгіңіз келсе, келесі слайдқа қарасаңыздар. Фактқа буллинг деп жазса, идеяға буллингті болдырмау, алдын алу, әрекет күресу, кешіру, сену, құрметтеу, сұрақ балалар неге қатыгез болып барады, буллингті қалай жоюға болады. Жай бұл ықтимал жауап нұсқасы. Сіздер өздеріңізше оқушыларды бағыттауларыңызға болады және әр оқушының пікірі құнды, ескерілсе деген ішкі ниетім бар. Келесі тапсырма тұлғалар сөйлейді деп алдым. Тыңдайық. Абай не дейді? Дәуренді 2 оқушы күнде қағып өтеді. Сөмкесінен заттарын төгеді, оған күледі. Дәурен бұл туралы біреуге айтудан қорқады. Себебі олар одан әрі мазалайды деп ойлайды. Не істеу керек? Аружан әлеуметтік желіде фотосурет бөліседі. Бірнеше сыныптастары оған түсініксіз сөздер жазып, мазақ етеді. Олар суретті барлық оқушыларға жіберіп күледі. Аружан қатты уайымдап, өз-өзін кінәлай бастайды. Аружанға не істеу керек? Марат жаңа мектепке ауысады. Сыныптағы балалар оны сыртқа теуіп, оны қабылдамайды. Енді Марат не істеу керек? Мінекей, осындай жағдаяттық сұрақтар қойылады. Оқушылар ой елегінен өткізіп, рөлдік ойын ретінде әр жағдаятты қойылым ретінде көрсетеді. Сонда ойланып қарасаңыздар, тіпті лидер, көшбасшы балалардың өзі буллингке ұшыраған оқушы кейпінде рөлін сомдау арқылы өздерін сол кейіпте сезінеді. Бұл әдіс оқушылардың әлеуметтік ортасының дұрыс бағытта дамуына әсер ететіні сөзсіз. Келесі тапсырма сенімді адам. Әр оқушы өзінің сенетін адамның суретін салады. Бұл әдіс те оқушылардың бойына көптеген оң әсерін тигізетіні анық. Себебі бала өзіне өзі сұрақ қояды. Күнделікті өмірде қоймайтын шығар ол сұрақты. Мен кімге сене алам?
деген сұрақ қою арқылы өзінен есеп алады. Әрі қарай бұзылған қамал әдісі деп алдым. Оқушыларға қабырға немесе қамал деп елестетіңдерші деп қағаз беріледі. Сол қағазды енді бұзамыз, жоямыз деп айтасыздар. Олар сол қағаздарды жыртып лақтырады. Жақсы көңіл-күй атмосфера орнайтыны анық. Сондықтан бұл әдісте психология тұрғысынан ішкі қамалды, кереғарлықты бұзуға оң ықпал ететіні сөзсіз. Сабақтың соңында жақсы ниет ағашы әдісі орындалса деген ойым бар. Яғни стикерлар беріледі жапырақ суретіндегі, пішіндегі. Олар жақсы ниетті сөздер жазады. Өздеріне деген сенімділігі жайлы, болашақ жайлы пікірлерін жазып, осы ағашқа іледі. Сабақ ұнады деп ойлаймын. Лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Каналыма тіркеліп алыңыздар. Дәл осы сабақтың презентациясын алғыларыңыз келсе, төменде описаниеде берілген телефон нөміріне хабарласыңыздар. Сау болыңыздар.